Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 56-шы сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын өтетін боламыз. Алдымен сөз дегеніміз не екендігін есімізге түсіріп алайық. Сөз дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Сөз заттың, құбылыстың атауы. Сөз мағынасына қарай, мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер, дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болып бөлінеді екен балалар. Жақсы балалар, келесі балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Жаман жолдас. Екі дос келе жатты. Алдарынан бір аю шығыпты. Бұлардың біреуі ауру екен. Екіншісі мықты жас жігіт еді. Ол аюды көрді. Содан соң бір биік ағаштың үстіне шығып кетті. Ауру жігіт өлген адамға ұқсап жата қалады. Аю қасына келіп иіскелейді де жөніне кетеді. Аю құлағына не деп сыбырлады деді жолдасы. Жолдасын тастап қашатын адаммен дос болма депті. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, бұл әңгіме ме, әлде ертегі ме? Қалай ойлайсыңдар? Я, жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Бұл ертегі екені жақсы. Балалар, мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдаршы. Жаман жолдаспен не себепті дос болмау қажет екен? Жақсы, жарайсыңдар. Жаман жолдас сенің басыңа қандай да бір қиындық туындаған кезде ол қашып кетеді екен, балалар. Сол себепті жаман жолдаспен жолдас, яғни дос болмау керек екен. Балалар, жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді табайықшы. Я, дұрыс айтасыңдар. Жаман сөзіне қарама-қарсы сөз ол жақсы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу көп нүктенің орнына бағаның оң жағындағы сөздердің тиістісін қойып жаз делінген. Балалар, қант қандай? Қант тәтті, жақсы, жарайсыңдар. Ал бұрыш ше? Бұрыш ащы, жақсы, балалар. Енді қар қандай? Қар ақ екен, жақсы, жарайсыңдар. Көмір ше? Көмір қара екен, жақсы, жарайсыңдар. Келесі арша қандай? Арша аласа. Шырша қандай? Шырша биік екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз балалар, жақсы. Келесі балалар, үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда суреттегі заттардың ішінен жемістер мен көкөністерді тауып себеттерге сал дейді. Балалар, қандай жемістерді, қандай көкөністерді көріп тұрмыз? Я, сәбіз. Ол сәбіз көкөніс пе, жеміс пе? Көкөніс, дұрыс айтасыңдар. Өрік, жеміс, жақсы. Қияр көкөніске жатады. Келесі шие жеміске жатады. Келесі қарбыз көкөніске жатады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар қызанақ. Қызанақ неге жатады? Қызанақ көкөністерге жатады екен. Жарайсыңдар. Енді балалар, олардың түрі мен түсі жағынан салыстырып айт. Үлгі бойынша, яғни қарбыз жасыл, алма қызыл дейді балалар. Ал енді шие қандай? Шие жұмсақ. Сәбіз қандай? Сәбіз қатты екен, жақсы. Қияр жасыл, өрік қандай? Өрік сары. Жақсы балалар, осылай салыстырып айтамыз, жақсы. Келесі балалар, біз төртінші жаттығуға қарайық. Төртінші жаттығу мағынасы қарама-қарсы сөздерді жұптап жаз дейді. Бұл жерде ащы, қиын, қатты, оңай, жұмсақ, тәтті деген сөздер берілген. Енді осы сөздердің мағынасы қарама-қарсы сөздерді жұптап жазамыз. Ащы қарама-қарсы тәтті болады екен. Қиын, оңай, қатты, жұмсақ. Жақсы балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.